үміткер. Данияр дейді. Гүлназым дейді. Дәрия ханымға Асекенің досы келді дейді, Тымырза. Немесе Мөлдірге келді. Нонаға дейді. Үміткердің таңдауы. Гүлназым. Я, Гүлназым, қалайсыз? Шүкір, жақсы. Шығуға деген ниет болды ма, әлде болмады ма? Өзіңізді қинап шықтыңыз ба? Жоқ, мен бүгін өзім білмеймін, іштей. Бүгін маған келсе екен деп отырғам. Қатты қуандым. Дайынсыз ғой негізі? Дайынмын, иә. Жүзік мәселесін шештіңіздер ме? Келген үміткер Данияр, неге ол жүзікті әлі өзімен бірге алып жүр? Гүлназыммен қайта қосылғысы келе ме деп ойлап қалмасын? Ол менің мәселем емес деп ойлаймын, өзінің мәселесі шығар. Маған қатысы жоқ қой уже ол жүзік. Диана ханым, о жүзік жоғалып тынды. Жоғалды? Жоғалып тынды о жүзік. Мәссаған. Енді ұсыныс бір кісі ломбардқа өткіземін деп еді ғой, достарыма. Өткізгенін жақсы ет деп қалған ғой. Мәссаған. Данияр мырза, қалай жоғалды? Әлде сіз тығып, қазып бір жерге көміп тастадыңыз ба? Саламатсыз, Диана ханым. Жоқ, жоғалған жүзік. Өзімде жүзік. Жоғалған жоқ. Диана ханым, шығып келсем бола ма? Шығып, бұлбұлды жұбатасыз ба? Сөйлесіп келейінші. Сөйлесіп? Қалай сіздер тоқтаттыңыздар ғой? Жоқ, тоқтамайды деп қойсаңызшы әннен кейін. Бұлбұлға жиірек ән айту керек сияқты, сонда сіз үнемі бұлбұлды жақсы көріп, сүйіп, бағалап отыратын сияқтысыз. Диана ханым, айтарым бар еді, шығып келсем. Онда эфирден кейін, немесе эфирге бұлбұл қазір өз-өзіне қайтып, жақсы болып келген кезде, өйткені сыртта тағды. Ренжісіп қалсаңыздар, қазір көңілі босап тұр дегендей, және біз сіздердің әңгімелеріңіздің куәсі болғымыз келеді, Асеке, Асылбек. Сол Сақина жайлы айтып отыр, негізі жоғалмаған ғой Сақина. Ол Данияр оны жоғалтпайды да, Диана ханым сөзін шыны керек. Жоғалтуға жол бермейді дейсіз. Жоғалтуға жол бермейді. Басқа Сақинаны жоғалтпайды ау сол. Жоқ, точно жоғалтып болды, по-моему, Сақинаны. Айттым да, мен саған кеше, ана өзі пятница күні тұмар қылып тағы бассашы деп ойнына бекер жоғалтып болдым. Иә. Диана ханым. Мөлдір? Мен бұл жерде түсінбей тұрмын да, Гүлназым енді ренжіме, енді сенде соншама тауық махаббат болды ма несін да? Жоқ, сразу недавно бір аптада болған жоқ, таныстықтарын тоқтағандарыңа, жұптықтарың. Сразу мына жерге маған бүгін үміткер келсе екен деп қуанып уже. Сразу емес қой, біраз уақыт өтті ғой уже. Нандай ғой, мен керісінше тауық махаббат болатындай бір кішкентай қыз емеспін да. Біз екінші рет айырылысып тұрмыз. И алдыңдағы түйген нәрселерден кейін бұл уже қайтадан бүйтіп оралып, бір қайтадан өткенге қарап, сондай нәрсе емес та. Енді Мөлдір ханым, жобаның шарты да ережесі осындай ғой. Кез келген таныстық тоқтағаннан кейін отырған қатысушы үміткер қабылдауға әрдайым дайын болу керек деп айтып жатсақ, бұл өзінің көз жасына ерік беріп, өз-өзін ұстай алмай отырған сияқты. Ал, Серік мырза, барыңызшы. Шыдамады. Эфир соңында қайта қосылып кетесіздер ау деймін. Данияр, дұрыс қой, әркім өз үміткерін қабылдайды. Әркім өз үміткерін қабылдайды, бірақ кім келіп тұрған бір примерно біліп тұрған сияқтымын. Қайдан? Алдында бір Сержан келіп тұрғау деп ойлаймын өзім. Сержан? Біздің Сержан өзіміздің? Сержан келу керек педі не? Жоқ, мүмкін деймін, сол келді деп тұрған жоқ. Жоқ, ондай күдік күмән қайдан пайда болды? Тікелей эфирінде бір шақырғандай болды Сержан. Гүлназым Сержанды? Сіз өзіңіз көрдіңіз бе? Сол записьті ше, сразу біздің тікелей эфир шығып кетеді ғой ютубқа. Сразу соны әкеп беріңізші, маған көрсетіп беріңізші. Мен Сержанмен келсін деген дұрыс қой. Мына жерде мен шок болып отырмын да, кәдімгі Данияр неғып айтып отырсың. Гүлназым айта салайыншы мен. Сержанмен досым ғой енді. Жалпы негізі осы жерге мен қал-жағдайымды сұрап кетуге жаңағыдай бір өзіміздің общий тірліктеріміз бар. Сондай жаққа бірге кететін кезде осы жерге келіп мені алып кетеді негізі шыны керек ше. Енді сол кезде мысалға Гүлназыммен амандасып қалады. Енді ол кісі де осы ортада, осы кухняда болған адам ғой. Дұрыс қой.
сонда бір екі көрісіп қалған таныстықтар бар дегендей, жалғыз Гүлназыммен емес, басқа танитын қыздармен де. Жоқ, ержігіт тікелей эфирде шақырды дейді ғой. Қалай? Инстаграм желісінде. Жоқ, ондай болуы мүмкін. Жоқ, Сержан емес, Гүлназым шақырды дейді Данияр. Мен бар ғой, Сержанмен өмірімде 2 рет сөйлескен шығармын. Анау әкесі қайтыс болды ғой, сол кезде көңіл айттым 1 рет. И ол жарнама бойынша маған бір жазған білем. Данияр, біз сізді түсінбедік. Білмеймін, мен айттым ғой, сен солайынан саған біреу жазды, солайынан Сержанды саған келсе деп, сен сол кезде я келсін, Сержан келсін дедің ғой сен. Айтқан әңгіме ғой, Гүлназыммен ойынға шығарып. Мені мазалап тұрған мына сұрақ. Сіз Гүлназымның тікелей эфирінде өз парақшаңыздан отырдыңыз ба, фейк парақшадан отырдыңыз ба? Жоқ, маған жіберді ғой. Өтірік айтпаңызшы. Өйткені сіз өз көзімен көрген адам ретінде сондай сенімді жеткізіп отырсыз да, сен айттың, былай істедің деп. Соған қарағанда әлі бақылап, қарап жүрсіз. Бірақ Гүлназым ондай сөз болмады дейсіз, е? Мен Сержан келсін маған үміткер болып. Бақытты бол, болмаса болмай қойсын. В общем, бақытты бол десең. Жалпы бақытты бол дейді сізге енді. Данияр мырза қара тізімде емес, е, сізде? Қара тізімде? Онда фейк парақша ғой, Данияр мырза. Түсінікті. Ендеше көрсек бола ма? Сержан келмекен, или басқа біреу келмекен? Көргілеріңіз кеп тұр, е? Қызық болып қалды ғой бізге де. Жоқ, мысалға, ол жерде айтады ғой, біреулер мысалға таныстық тоқтады ма, сіздерде үміткер болып барсам бола ма, или Сержан барса қалай деген кезде үміткер болып келсін десем, жарасады. Бірақ осылай ылғи бірдеңе айтып, не табасыз деймін да? Бізде үміткер, және ол үміткер Даниярдың ойынша Сержан дейді. Ержігіт, менің досым тұрма студия сыртында, досым емес пе деп ойланып қалды, ал барлығымыз бірге көз жеткізейік, көрейік. Бірақ жарнамадан кейін. Жарнама. Қосылайық жобасы жарнамадан оралдық, шымылдық жабылды. Енді Сержан келіп қалуы мүмкін деп тек қана Данияр мырза отыр. Гүлназымға келген үміткер Сержан ба, Сержан емес пе? Енді өзімізде ойланып қалдық. Кім Сержан келді деп ойлайды? Сәлеметсіз Дианхан. Қайырлы күн. Айтайын деген ғой, Данияр саған бәрібір емес па кім келсе де? Сен не үшін оны айтып отырсың прямой эфирға? Или осы арқылы әлде сезім өшпеген деген сөз ба? Осы сөз арқылы. Демек солай екен. Үнсіздік келісімнің белгісі дейсіз ғой, е? Дианхан, осында естеріңізде ме, жандостың статусын Гүлназым қарапты дегенде Данияр жынданған болатын да? Сен оны қара тізімге салмағансың дегенде Гүлназымның өзі айтқан болатын. Егер де мен қара тізімге салсам, значит, для меня этот человек играет какую-то роль в моей жизни деп. Важный деген сияқты. Енді мына жерде Данияр қара тізімде, және де мына жерге шығып отқан тоже бір своего рода манипуляция деп ойлаймын да, жаңа мен дайынмын деген сияқты. И соған Даниярды, негізі бір-біріне сезімдері бар дия. Әлі бар, өшпеген дейсіз. Жоқ, оны қалай? Бексұлтан мырза? Махаббатта табысу деген дүние бір өнер болатын болса, қоштаса білудің өзі өнер да негізі. Сондықтан да мен ойлаймын, адам ортада таныс тоқтағаннан кейін оны жібере білу керек деп ойлаймын. Және екіншіден жаңа Сержан бауырым келді деп жатсыздар ғой. Мен ойлаймын, Сержан келді деп ойламаймын. Өйткені Сержанның білесіздер, жақында ғана басында сондай бір қиын жағдай болды, Асқатауда әкесінен айырылып жатқан азамат. Қызбен танысатын жағдайда емес дейсіз. Сыртта өзінің үлкен істері бар, тындырып жүрген жігіт та, сондықтан да мен келді деп ойламаймын. Жоқ, енді осы орайда... Санжар, Асылбек? Осы орайда енді Гүлназымға барлығыңыз қарсы шығып жатсыздар ғой. Енді Гүлназым өзінің алатын демалысын алып болды. Апта сайын 10 күн, 20 күн деп алып болды. Енді қандай амал бар? Енді бұл жерде отырып таныспағаннан кейін ол не істеу керек? Ол не үшін қазір айтып жатсыздар, типа манипуляция деген сияқты. Ол енді танысып көрсін болды. Оның уже шансы бітті, ешқандай демалыс алынбайды. Енді өмірін бастасында болды. Тиісе бермеңдер. Жоқ, негізі Дианахан, мына жерде Даниярды да түсінуге болады да, Даниярға өте қиын да қазір. Арада көп емес, бір 10 шақты күн уақыт өткен шығар. Бірақ енді қазір бірінші рет Гүлназымға үміткер келді деген өзінде де кәдімгідей андай біртүрлі боласың ғой. Мысалы, мен Даниярды өз өзіме қойып кетсем, мен де біртүрлі болатын едім. Гүлназымға бұрынғы сенің жақсы көрген адамыңа бір жігіт келіп тұрса, кәдімгідей қызғаныш сезім болады ол по-любому. Оны жіберу де қиын негізі. Бірақ енді Даниярға да кішкене уақыт керек ау, может ертең келіп қалады саған үміткер деген сияқты ғой Данияр. Өткен жолы келіп үлгерді ғой, бұл кісі қайтарды. Енді Гүлназымға ұқсамаған шығар мүмкін ол үміткер. Индира ханым? Негізі Данияр ол ұмытқан жоқ. Гүлназымды оны 100% айта аламын. Ал Гүлназым танысып көрсін деймін. Өйткені келген ер азамат арқылы өзінің Даниярға деген махаббатының дәлелі деп мен көрсеткім келеді деп отыр негіз нәтижесі. Жоқ, бұл жерде ешқандай Даниярмен қосудың қажет жоқ деп ойлаймын.
пустую әңгіме болып кетті мына жерде. Бәрібір де екеуі қосылмайды. Оны қайта-қайта әкеп екеуін бір-біріне қоса бергеннен бір ешнәрсе шықпайды деп ойлаймын. Неге қайта-қайта айта бересіздер, түсінбеймін бар ғой. Ол да өзінің айтатынын айтты, мен де айтатынымды айттым, тоқтады, болды да. Ол қайтадан өткенге орала берудің қажеті жоқ. Моля айтып жатыр ғой мына жерде, сен әдейі істеген сияқтысың дейді. Мен мысалға үміткер күткенмен үміткер келетінін білген жоқпын да, мысалы әдейі істейтіндей. Оған қазір де мысалы әдейі істейтіндей не істеп жатыр? Мен просто жалпы былай ғой негізінде, я екеуі жүрді жүк болды жалпы негізінде. Ол нәрсе барлығы бірден ұмытылып кетеді деген нәрсе. Ол миға қонымсыз нәрсе ғой, оны өздерінде біліп тұрсыңдар. Бірақ ең бастысы екеуі бір-бірін түсінді да, бір-бірінікі емес екенін. Және де Гүлназым да айтты, Данияр да айтты. Болды, мен Гүлназым тарапына қарай жағаласпаймын да, ештеңе қылмаймын, нақты нүктесі осы деді. Ал сыртта әңгімелесіп бір-бірін жұбатып отырған Бұлбұл мен Серік бір-бірінің адамдары ма? Тіпті екеуі де студияда жоқ. Соған қарағанда қайта бір сезімдері ашылып, қоштасқан кезде бар қадірлерін түсініп, сондай болып жатыр ма? Бірде емес, Диана ханым, ол кісілер бөлек әңгіме ғой енді, оларға ответ бере алмаймын мен. Просто ана жақта нүктесін қойып қойған адамдар да бұл. Гүлназым да айтты, болды, менде махаббат болмады емес, болды, бірақ тез суып кетті деді. Ондай нәрсе болады адамда. Енді арғыры енді не істеу керек осында? Ойбай, менде әлі Даниярға деген ойым кішкене әлі де махаббатым өшкен жоқ, мен әлі үміткер күте алмаймын деп сызылып отыру керек мына жерде. Үміткер күте алмаймын десе, тағы да айтасыңдар сонда, онда не қылып отырсыңдар дейсіңдер. Дұрыс. Үміткерді қабылда, күрес, арғыры өзің махаббатың. Ал жалпы көрейікші, қандай ер азамат студия сыртында өз кезегін күтіп тұр. Студияда Гүлназымды таңдап келген жаңа үміткер, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Есім Сержан болады. Қалжың шығар, е? Иә, қалжың ғой. Бәсе? Есім Нұрболат болады. Нұрболат. Иә. Аха, түсінікті. Жасыңыз? Жасым 20-да. 20-да? Иә. 20-да. Қай жақтансыз? Негізі Сарыағаш Шардара ауданында туылғам. Бірақ кішкентай кезімнен бері Алматыда. Аха. Қазір Алматыға отбасыңызбен көшіп келдіңіздер? Иә. Үйде нешеусіздер, қанша ағайынды? Үйде бесеуміз. Бесеусіздер. Сіз? Мен ең соңғысым. Кенже? Иә. Кенже бала, ерке бала. Түсінікті. Немен айналысасыз? Жеке кәсіп? Жеке кәсіп емес. Солай айтсақ та болады. Жеке кәсіп. Иә. Түсінікті. Гүлназым, сәлеметсіз бе? Нұрболат. Қош келдіңіз. Мені таңдап келуіңізге не себеп? Және де үйіңізде ата-анаңыз біле ма менің жағдайымды барлығын? Иә, білет. Келісімдерін берді ма? Келісім бергенде болды. Барып бағын сынап көр деп айтты. Ол жаста тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. 2 жас. Жоқ, жастан бұрын мен ажырасқам, және бір балам бар. Оның білдіңіз ба сіз негізі? Иә, білдім, ол Алланың жазған тағдыры ғой. Оған кім қарсы тұрсын дейсіз ғой? Иә. Дұрыс. Өзіңіздің қызығушылығыңызды айтыңызшы, және де әйел адамдарынан нені қатты бағалайсыз? Әйел адамда деген бірінші сыйластық, ер адамға деген. Сол. Ер азаматқа деген сыйластық, құрмет. Сыйластық, құрмет бар жерде бәрі болады деп ойлаймын негізін. Өте дұрыс. Өзіңіздің қызығатын нәрселеріңіз жаңағындай бос уақытта жалпы немен айналысасыз? Хобби бар ма? Хобби бар, иә. Қандай? Негізі не ғой? Жиһаз өндірісі сияқты, бірақ тойға шығатын музыкальный аппараттар бар ғой. Соларды жасайсыздар? Соларды, иә, корпусын жасаймын. Түсінікті, күшті. Өзіңіздің мінезіңізді сипаттап беріңізші? Мінезімді әлі өзім түсінген жоқпын негізінде. Әлі түсінбедім? Иә. 20 жыл болды әлі түсінбедім дейсіз ғой? Өз-өзімді түсінбеймін. Мәссаған. Жарайды, енді өзіңіз болмаса да сырттағылар сізге қандайсың деп айтады? Сырттағылар жақсы пікірде ғой негізінде. Кейде жуас болам, кейде ашыншаң болам. Әртүрлі ғой. Алматының погодасы сияқты құбылмалы ғой. Қыз балаға деген сізде мынандай болады ма? Ашуланған кезде ауыр сөйлеу. Қыз балаға емес, жалпы адамдарға деген. Ауыр сөйлеп қою немесе? Ондай жоқ. Сабырмен қараймын көп затқа. Ау? Сабырмен қараймын көп затқа. Сабырлысыз? Иә, сабырлы. Өз-өзіңізді ұстайсыз? Иә.
Ертеңгі күні бізде барлығы жақсы болып жатса, осы Алматыда тұрамыз ба, және ата-анаңызбен? Иншалла, иә. Ал спортқа жақындығыңыз бар ма? Спортқа жақындығым бар, иә. Қай түрі? ММА ғой. ММА? Иә. Ақтөре. Ақтөре деп қояды. Біздің студияда ММА сөзінің синонимі Ақтөре болды. Иә. Жекпе-жектерге шығасыз ба, әлде сіздікі әуес қой ма? Әуес қой ғой. Кішкентайымнан бері қатысам, былай жарыстарға шықпап. Асыл бол жарысқа қызықпағам. Жарыстарға кәсіби түріне қызықпадыңыз? Иә. Арақатынаста нені кешіре алмайсыз жалпы? Нені ең бірінші измена дейді ғой. Көзге шөп салу. Иә. Соны кешіре алмаймын. Содан кейін менің анама, менің отбасыма қарсы келген пікірлерге мен кешіре алмаймын. Ал өткен арақатынасыңыз неше уақыт бұрын болды, және де ол арақатынаста сондай бір болды ма, измена жасау сізге? Иә, ондай болды, иә. Қанша уақыт бұрын? Білмеймін, даже бір жыл болып қалды ғой, бір жылдан асып кетті даже. Бір жылдан асты? Иә. Ол қыз тұрмысқа шығып кетті ма, или қалай? Жоқ, тұрмысқа шыққан жоқ. Басқа бір ер азаматпен көріп қалдым, содан кейін... Көріп қалдыңыз? Иә. Мәссаған. Сіздер ол сәтте арақатынас үстінде болдыңыздар? Иә. Сіз вниманиянын барлығын беріп жүрдіңіз, барлық махаббатыңыз көрсетіп жүрдіңіз, бірақ ол өзі кет қалды ма, или өзіңізден де қате бар деп ойлайсыз ба? Мен оны білмеймін. Мен оған вниманиянын бәрін бөлген сияқты болдым, бірақ ол неге олай жасаған өзім түсінбедім әлі. Ал сіз сұрап білуге тырыспадыңыз ба? Андай тірліктен кейін мен онымен сөйлесіп, ары қарай диалог жалғасқан қаламадым. Жүзіне де қарамадым дейсіз? Иә. Зиянды әрекеттеріңіз бар ма? Зиянды әрекет жоқ. Алла сақтасын өзі. Мен өзіме керектілерді алып. Сіз үшін өте маңызды ер азаматтың бойында зиянды әрекеттердің, әдеттердің болмауы. Иә, осыған тұрақталсам деп отырмын ше, алдындағыдай. Нақты талабым осы. Талабымнан, иә, зиянды әрекеттер болмаса деп едім ғой алдында, сода қалсам деп отырмын. Ол жағынан енді зиянды әдетім жоқ деп жатыр, иә? Керемет. Бізде сұрақ Асекеде. Ассалаумағалейкум. Айта салайыншы, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Енді жаңа айттым ба, айтпадым ба білмеймін, енді неге именно Гүлназымды таңдап келдің де сен? Бұлай қатты ұнап қалды ма негізі? Или болмаса біздің арамызда енді білмеймін, Мерейдің үміткері бар ма еді негізі? Бар ма еді? Ойбу. Бізде жас қыздар да бар деп айтайын деп жатқан ғой жалпы негізі. Гүлназым да жас қой. Жоқ, жасы қой енді, просто екеуі тағдырлас емес қой деп жатқаным ғой. Ертең әке-шешең қарсы болып шықпай ма ол нәрсеге? Бәрібір түбі. Жоқ, ол менің таңдауым біріншіден. Екіншіден, Мерейдің үлкен ер азаматқа деген, кісілерге деген сыйластығы ұнамайды. Ұнамады? Содан кейін келгім келмейді. Жоқ, просто мынандай мәселе ғой Нұрболат, ертең туған туысқан бар, ағайын жекжат деген нәрсе бар. Ертең ол кісілер сенің ата-анаңа айтпайды емес, айтады деген сияқты. Барлығы бәрібір түбі сол қарсылық болатын сияқты сенің әке-шешең тарапынан. Мен айта кетсем бола ма, Диана ханым? Ержігіт мырза айтып отыр ғой, енді өзім шешім, өзім қабылдап келдім деп енді өзі көреді да. Сізге сұрағым, ассалаумағалейкум, менің туған інімнен аумайды екенсіз. Сізге сұрағым, ертең бұйыртса барлығы жақсы болып, үйленсеңіз бет ашар істеп дәу той бола ма? Үлкен той. Болады, иә. Барлығы болады, иә? Иә, барлығы болады. Рахмет. Оқасы жоқ. Санжар? Осы орайда жаңа енді ер жігіт сұрақ қойып кетіп жатыр ғой. Өзіңе қалай негізі бұрын соңды үйленбеген, және де өзіңнен кіші жігітке көзқарасың қалай? Сен де отбасың ол жағынан енді осы жерде отырғаннан кейін неше түрлі үміткер келуі мүмкін, көзқарасы қалай? Отбасымнан бұрын мен өзім біртүрлі болып отырмын. Менен еще кішкентай, еще бойдақ, әлі ештеңе көрмегенмін ғой. Ертең бір мынандай сияқты да, ертең бәрібір де біліп тұрмын да, ата-анасы қарсы болады. Жыда болмаса өзі біздегі бір кедергі осы жаңағындай Гүлназымның жағдайы деп айтатын сияқты да, түбінде бәрібір. Гүлназым содан қорқамын дейді, Нұрболат мырза. Одан қорықпасаңыз да болады негізінде. Мен жасым кішкентай болғанымен де ақыл тоқтатқан ер азаматпын деп санаймын өзімді. Ағайындарыңыз жайлы айтпадыңыз, ол кісілер қазір тұрмыста ма, әпке ме, әлде ағаларыңыз бар ма? Ең бірінші үлкен әпкем, ол тұрмыста. Екі ағам үйленген, бір ағам бойдақ. Екі ұл қалдыңыздар үйде, үйленбеген? Иә. Туыстарыңызда болған ба, бір өзінен үлкен қызбен сөйлескен деген сияқты бір өзіңіз көрген
Иә, жандар бар болған ма? олай. Болған. Бар дейсіз. Иә, И бар. оларда барлығы жақсы, иә? Иә, барлығы жақсы. Мен сұрақ қойсам болады ма? Қош келдің. Тура сол сұраққа ұқсас сұрақ бар еді да менде. Сен бұрында негізі тұрмыста болған қыздармен сөйлесіп көргенсің ба? Или туысқандарың арасында бар ма сондай тұрмыста болған қызды баласымен алу деген зат? Тұрмыста болған қызды баласымен алу деген жоқ, бірақ баласы жоқ қызды тұрмыста болған қызды алғандарды білем. Ал бұлай оған мен қарсы емеспін негізі. Сен өзің бұндай шешімге қалай келдің негізі? Бұндай шешімге Гүлназым ұнатқан екен келдім. Қош келдің. Сұрап жүрген енді Гүлназымды ұнатып келдім деп отырсың ғой. Негізінде Даниярмен ара қатынасы тоқтағанына көп уақыт болған жоқ. Оған өзің қаншалықты сеніммен келдің? Данияр мен Гүлназымның ара қатынасының шынайы тоқтағанына өзің сенімдісің ба? Жалпы екеуі бір-біріне сезімі жоқ деген нәрсеге? Мен оны білмеймін. Гүлназым ішіне кіріп шыққан жоқпын, ол сезім бар ма жоқ па оны білмеймін. Ал былай қарасам, жалпы не емес сияқты, сезім жоқ сияқты. Бірақ егер бір кісілер тікелей эфирге жиі кіріп, өзінің сыйлаған жүзіктерін бірге алып жүрсе, онда білмеймін. Бұл мәселе биыл бітпейтін сияқты, иә? Оның үстіне қатысушылар да қайта-қайта қоса береді, үміткер келіп отырса да, Данияр деген сияқты. Көрермендердің өзі әлі бізге жазады, екеуін қосыңыздаршы деп. Бірақ Гүлназымға қарасақ, шынымен де өзі үшін алдына нүктесін қойып қойған сияқты бұл ара қатынастың. Иә? Иә. Диана ханым айтып кетсем болады ма? Нұрболат мырзаға. Нұрболат мырза бағана бір сөзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Тойлардан андай аппарат қоямын деген сияқты. Гүлназым ханым андай би билеген жақсы көреді, өлең айтқан жақсы көреді да, алдында негізі қыз ұзатып жүрген. Қасыңызға алып жүріп, қыз ұзатуға, мысалы, биліге қалай қарайсыз? Пока босанғанша. Ондай болса тіпті жақсы ғой. Босанғанша? Диана ханым, мен айтайыншы. Жаңа Нұрсұлу ханым сұрағын түсінбедім да. Гүлназым мен Даниярдың сезімін үміткерден сұрағын естимін да, ол қалаяқтан біледі ол екеуінің арасындағы сезімді. Кішкене бір орынды сұрақ қойып үйренуге. Мынандай нәрсе ғой, незаменимых нет дейді ғой, сол себепті адамның орнын адам басады, жаңа өмір бастасын, мүмкін одан да жақсы бір бақытты отношение құрады деп ойлаймын. Нурка? Сұрағым Гүлназымға болып тұр да, алдыңғы бір эфирларда айтқан болатын. Мен балама әке емес, өзіме жар іздеп жүрмін деп айтқан болатынсың. Сонда ертең бәрі жақсы болып кетсе, тұрмысқа шығып жатсаң, балаң әке деп айта ма, жоқ аға деп айта ма? Сені мама деп айта ма, или тәте деп айта ма? Я негізі сол кезде солай айттым, бірақ біз үйдегілермен сөйлескеннен кейін, мысалға ертең күні алдағы уақытта Құдай біледі да не болатынын, ол менімен бірге болуы мүмкін, немесе ата-анаммен бірге болуы мүмкін. Сол үшін де ең бастысы мен таңдаған адамнан қателеспесем, ол ойлаймын маған да жар болып та, балама әке болып та жарайды деп ше, өзі. Және де жаңағындай әке дейма немесе аға дейма деп атсыз ғой. Даже менің қазір мысалға негізі бұрында енді әпке деп үйретті ғой, бірақ қазір өзі ес білгеннен кейін мама деп жатыр да. Ертең барлығын түсіндіріп үйретеміз ғой оған. Ал бірақ жаңағы ар жағын оны ойлаған жоқпыз. Ол өзі қалай солай атайды. Диана ханым. Индира ханым. Қош келдіңіз Нұрболат. Бағана келген кезде мерейтті түртіп айтып кетіп жатсыз ғой. Ешқандай деген үлкендерге сыйластығы жоқ деп. Сіз ол кісімен жеке танысқан емессіз. Мүмкін қарым-қатынаста сізге деген может махаббаты, сезімі бөлек болатын шығар ол қыз. Сол үшін бұл жерде ол қызды дұрыс танымағандықтан ондай жаман пікір айтпай-ақ қойсаңыз. Сосын жаңа мына жерде Нона ханымға нутен айтып қалып жатыр да, орынсыз пікір деп. Просто ол сұрап қалды үміткерден сырт көзге халық ретінде екеуінің махаббатына сендіңіз ба, бітті ма деген сияқты ой пікірін ғана сұрады. Любой халықта сұрайды оны. Негізі сырттан бізден де сұрайды ғой керек болса. Сосын Нұрболат сізге айтқым келетіні, Гүлназымды шынайсыз ұнатып келді деп айта алмаймын негізі. Ол сіздің даже сөйлеп отқан сөзіңізден мен байқап отырмын. Просто нық даже Гүлназымның өзінен сіз сұрақ қоймай отырсыз да өзіңізге. Гүлназым как будто сізге керек емес сияқты. Не үшін келгеніңізді қазір мен мысалы білмей отырмын даже. Не үшін келгенін мен айтайын, Гүлназыммен танысу үшін келді. Гүлназымның қандай адам екенін білу үшін келді. Гүлназыммен әлі таныс емес, мысалы, сіздер қашан қоясыздар келген үміткердің жағасынан алып, бірден сен былай келдің, алай келдің. Жоқ. Кей жағдайда тіпті біз де студиядағы кей қатысушылардың не үшін келгенін ұмытып кетіп жатамыз, иә? Сол үшін үміткерлерді бағалайық, үміткерлерге біз сыйластық танытпаған кезде ол кісілер бізді сыйламайды. Диана ханым, дұрыс айтасыз негізі. Индира ханым өмір осындай бір нәрселерді шығарып отырады ғой. Енді бірінші рет келіп қобалжып отыр, сіз сияқты 7-8 ай отқан жоқ қой. Сізге Нұрболат мырза айтып отырса, 2 ағам бар дедіңіз да, үйленсеңіз кім қара шаңырақта қалады, сол жағын айта кетсеңіз. Мен қалам ғой, обязательно. Қазір қара шаңырақта ағаңыз тұрып жатыр ма? Иә. Енді Индира ханым мен Асекеннің арасында ұрыс басталды. Қоя қойыңдаршы, сен
Жоқ, мен таң қаламын да, немене 7-8 ай деп айтып отырсын. Просто ер азамат келгеннен кейін өзінің жаңа таңдауыңнан нық болғаннан кейін сол сөйлеген сөзіне қарап айтып отырмын. Асхат, 7-8 ай демей ақ қой, сен менен көп отырсың, бұл жерде 10 ай болып отқан. Сол үшін сондай кішкене өзінің жаңағы сауатсыз пікірлеріңді басқа жаққа айтсаң болады. Сен сауатты болсаң олай айтпаушы еді, Индира, сауатты емессің сен. Сөйлемей ақ қойшы. Бірінші рет келіп отқаннан кейін қобалжып отыр ғой, сен сияқты деп отырмын, сен сияқты апыр деп мен оған қобалжып отыр деп айтып отқан жоқпын, Асхат. Өзіне сенімді ер азамат екенін көріп отырмын. Просто таңдауына мүмкін қателесіп отқан шығар. Индира ханым просто Асекең ондай бір қатты бір тиіп кететін деп айтқан жоқ қой. Расымен де отырғаныңызға 7-8 ай болғаны ақиқат нәрсе ғой, жай ғана шындықты айтты. Сіз тұрасыз да барлық нәрсе әйтеуір Асекең сондай болмаса, кез келген қатысшы болмаса, мен айта салайыншы, мен сөйлеп қалып жатсам, білмеймін, сізге бір вообще сөйлемеу керек па, әлде сіздің тарапыңызға қарай кішкене бір вообще жоламай амандаспай кетсек тағы ренжисіз. Вообще сізді түсіне алмай жүрмін. Менің ойымша ше, сізге кішкене расслабить ету керек сияқты негізі. Рахмет көп. Ержігіт. Бұл жерде мен ешқандай нәрсені қалжың ретінде даже көріп отқан жоқпын. Просто Асхаттың сондай сауатсыз қылып айтатын, сауатсыз қылып жеткізетін айтып отырмын бетіне басып. Ал сенің тұратың мен аяқтаған жоқпын сөзімді. Ержігіт, мен сөзімді аяқтаған жоқпын. Индира ханым, мен сізге айтып кетейінші. Ханзада екеніңді білемін. Бірақ сенің менен де пәлен жыл әйел іздеп жүргеніңді білемін. Сол үшін мен оны сенің бетіңе басып отқан жоқпын ғой. Көрдіңіз ба, есі бандай бүйтіп өзіңіз қарсы шығып. Ханзада, сіз де артық емес, кем емес, өте ауыр сөйлеп жатырсыз. Индира ханым, сізге де рахмет. Санжар одан да сіз сұрақ қойыңызшы. Жаңа енді айтылып жатыр ғой, қара шаңырақта өзім қалам деп. Негізі сенің қазіргі өмір сүріп жатқаның біраз уақыт болды ғой, Алматы қаласында болып жатқан. Сен қаншалықты дайынсың? Қайтадан ауыл жаққа барып, сол жақта өмірін жалғастырып, өйткені сенде бір естігенім бар, жеке кәсібің қалада ашқың келеді деген сияқты. Ол кедергі етпей ма саған? Жоқ, ол жұмыс жүре береді ғой. Егер барлық жақсы болып ашып жатсам, Алла қаласа. Ал олай бүйтіп барып тұруға менің қарсылығым жоқ. Өйткені мен бірінші тұрмыста сол өзіміз жақта тұрдым, енеммен тұрдым. Енем өте керемет адам болған, маған кәдімгідей құрбым сияқты болып. Сол үшін де мен одан қашпаймын, керісінше қуанамын. Дианахан, ержігіт жаңа айтып қалды ғой бір сөзінде. Расслабиться дейді да? Мен сол маған түсіндіріп берші, пожалуйста, өтініш. Енді расслабиться етудің қандай мағынада айтып отырсың? Енді демалып бір Моншаға барып, баняға барып, бассейнге түсіп, болмаса тауға шығып деген сияқты. Көп ержігіт, мен сені біліп отырмын, қандай мағынада айтып отқанын. Сенің өзінің сондай адам екеніңді біліп отырып, Индира ханым, ержігіт, сіздердің ұрыстарыңыз мына жерде тұр. Айналайын, қойыңыздаршы болды. Біріңіз ер азамат, біріңіз әйел болып қоя салыңыздаршы. Бір-бірлеріңізге деген айтқан сөздеріңіз. Ержігіт, сіз көшеде отырған жоқсыз ғой. Демал дегеніңіз не сөз? Кешірім сұраймыз. Тағы қойсам болма сұрақ. Не ғой, жаңа сен өзің айтып отырсың ғой, енді жақсы маған наоборот ұнайды, тойға шығып жүрсе де деген сияқты. Бірақ енді осы жобада да жаңағы сырт жақта да енді прям бір көз тоймайтын керемет сұлу қыздардың бірі ғой. Ертең қызғаншақтылыққа апарат. Сол кезде қалай шешесіз, мысалы тойда неде? Мен ойлаймын, Гүлназым әлі тоқтатқан жоқ ондай жұмысын, иә, той барысында мысалы сондай жағдайлар болып жатса, сіз не істейсіз? Әрдайым қасында жүрсем, мен қызғанбаймын деп ойлаймын. Ал жалғыз өзін мен жіберіп қоймаймын, қарап отырмаймын. Үнемі бірге жүрем дейді. Үнемі бірге жүреміз, иә. Иә, тоқтатқан жоқ дегенде мен шықпаймын ғой тойға. Диана ханым айтып жіберейін, енді соншалық жас айырмашылық жоқ, дегенмен де жас жігіт келіп тұр ғой енді Гүлназымға. Гүлназым мен бұл жігітпен шынайы таныстықты, шымылдық ашылғанның өзінде де жалғастырады деп ойламаймын да. Гүлназымға бір өзінен үлкен, бір қалталы ер азамат керек шығар деген ойдамын. Мысалы, Даниярмен де алдында да сол үшін сондай мақсатта да кездесті ма деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде былай айтқанда мен Гүлназымның тарапынан ешқандай да мен қиналғанын көріп жүрген жоқпын да. Сол өзінің дегенін жасады, одан кейін ара қатынасын Даниярмен спокойно тоқтатып, дальше қиналмай жүр деген сияқты ойдамын. Жана ханым, мен айта кетейінші, бола ма, иә? Нұрболат, қош келдіңіз. Енді келіп отқан үміткердің қалтасы екенін сен қайдан білесің? Бір бейшара адам көріп отқан әңгіме айтып отырсың да қазір. Бір қалталы адам іздеп отқан. Жас деген нәрсе ол біз кейде өзімізге талап қоямыз, осындай жас дейміз. Бірақ та адам жақсы көріп қалып жатса, ұнатып қалып жатса, ол кедергі болмайды оған. Сол себепті мен бұл жерде үміткердің дәрежесін түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бір қалталы азамат керек деген сияқты. Мүмкін бұл кісінің жағдайы бар шығар өзінің.
Нона ханымның неге өйтіп айтып отырғанын білем енді. Доссыздар ғой қазір Данияр, мен білем. Данияр өзі сөйтіп сыртынан да әңгіме айтып жүргенін білем. Сыртта солай айтып жүр ме? Иә, естідім де оны, негізі осындай әсер еткен деген сияқты әңгімелер. Мен сол кезде естіген адам айттым да, неге ол өйтіп айтады, маған барлығын алып берді ғой деймін да. Барлық жерге апарды мені. Вот сол әңгімеден кейін барып сіз маған қазір сөйтіп айтып отқаныңызды білем. Ал бірақ мен балалы әйелмін, иә. Мен өз-өзімді қамтамасыз етем, әрине. Бірақ ертеңгі күні менің қасымдағы күйеуім мені де ертеңгі күні дүниеге келетін балаларымызды қамтамасыз етсе неге жаман деген. Данияр, сыртта осындай әңгіме айтып жүргеніңіз рас па? Ақша деп. Гүлназым, сен бар ғой, шаршаттың адамы бар ғой. Мен жаман қыла бер. Мен сені қашан жамандадым? Мен Гүлназым осындай деп. Мен барынша әңгімеге қосылмай отыр. Мен айтып отқан жоқпын Нонаға ештеңе. Жоқ, сыртта біреуге айтты, сырттағы адам жеткізді дейді сол сөзді. Мен айттым ба, солай айттым ба? Иә. Кім ол? Еще ол андай бір сенбейтін адам емес. Сіз өзіңіз біліп тұрсыз кім екенін. Сіз өзіңіз біліп тұрсыз. Мен бірінші рет қосып тұрмын сізді әңгімеге қазір. Бізде жарнамадан кейін ол адам бәлкім өзі айтатын шығар. Мен естідім деп. Кезекті белгі Данияр мырзада. Данияр дейді. Бұл негізі ортақ шешім болып еді ғой дейді. Гүлназым? Негізі ондай енді халықта да мысалға қанша түрлі ой болып жатыр ғой, оның барлығынан жаңағындай Нона ханымның да айтып жатқандай, бағанағы Мөлдірдің де айтып жатқандай, оның барлығы әркімде әртүрлі ой болады. Біздің қасымызда жүрмегеннен кейін ешкімге ақталып ештеңені дәлелдей алмайсың. Сол үшін мен сіздерден өтініп сұрағым келіп тұр, Даниярды қайта айта бермесеңіздер, үміткерге қарай көңіл бөлсек, оның жасы болсын, жаңағындай жағдайы басқа болса да, маған үміткер келгені қызық болып тұр да. Біз әлі жағдайын білмейміз ғой, мүмкін олигарх шығар, иә? Үміткердің жағдайы бұл жерде әлі айтылмады, талқыланбады. Жағдайын айтам. Бойдақтық жағдайын айтам. Отбасылық жағдай деңіз. Отбасылық жағдайын айтам. Диана ханым, осы орайда айта салайыншы, негізі. Осы орайда айта салыңызшы. Иә, Нона ханымдікі өте дұрыс емес, өйткені осы жерде бір ортаға шығып бірдеңке болған кезде мен бір сұрақ қойған болатынмын. Сіз барлығын с нуля бастауға дайынсыз ба деп, сол кезде жоқ деген. Мына жерде кім жаңағы ақшаға, жағдайға қарамайды деп ойлаймын. Кім ештеңкесі жоқ адамға қарайсыңдар, мүмкін қазір айтатын шығарсыңдар, я негізі шынайы махаббат болатын болса, мен қарамай, мен кетіп қалам деп. Нона ханым, тем более сіздің возрастыңызда сіз де қарайсыз. Гүлназымды қоя беріңіз. Айтпақшы, Мөлдір ханым мен ақшаға мүлдем қарамаймын деген еді. Енді ол кісінің ақшасы бар ғой. Не деген жауап, е? Өзінің ақшасы бар. Ал Гүлназымда ақша жоқ па не сонда? Жоқ, Диана ханым, енді просто Нонаға айтатындай пікір емес та бұл жерде. Жоқ, былай қарап тұрсаң, өзі де айтты да, мен ер азаматын нормально табу керек деп айтып отырған адамның өзі қазір осындай сұрақ қойып отыр. Қазір сізге бірінші Мөлдір түсіндіріп береді ақша туралы. Жоқ, негізі біздің қоғамда енді бөлінеді ғой, қыздар да, ер азаматтар да. Кейбір қыздар ақшаға қарайды мысалға. Кейбір қыздардың талабында бар да, маған вот действительно аяққа нық тұрған, уже определенный жұмысы бар, осындай жалақысы бар, осындай ер азамат керек, то есть дайын затқа керек, дайын зат болу керек дейді, а менің ұстанымым бойынша мен жаңағыдай қалай түсіндірсе, стартапер дейді ғой, оны қалай қазақша аударады? Потенциалы бар. Еті тірі. Еңбекқор, умный болса болды. Мен өмірде ащысында, тұщысында көрген адаммын. Ақша бар, жоқ деген мені қорқытпайды. Диана ханым, айта кетейінші, негізі Нұрболат мырза ана тойларда аппаратура қоямын дейді ғой, олар күшті табады негізі. Қазір тойдың сезоны жоқ дегенде миллион табады деп ойлаймын өзім. Айына? Иә. Диана ханым, мен айтайыншы, жаңағы Нұрсұлу ханымның менегі сұрағын или пікірін мен кішкене түсінбей қалдым да. Жасы үлкен, қалталы азамат деген бұл сонда астарын түсінетін болсақ, бұл вообще басқа мағынаға кетеді ғой уже. Сондай мағынада айтып жатсың ба? Или сен просто бір 30-ға дейін бір ақшасы бар адам керек деп айтып жатсың ба? Или сен спонсорство деп айтып отырсың ба? Соны кішкене бір ара жігін ажыратып алайық, Жоқ, прямо дұрыс түсінген жоқсың негізінде, Нучон. Мен енді айтып отырғаным, бәрібір жастың аты жас та енді бұл бала. Гүлназым тұрмыста болған қыз, бір баласы бар. Енді бәрібір де Гүлназымға нық аяғынан тұрған. Сіз бірінші білдірген пікіріңізді бұлай ашып айтпадыңыз. Гүлназым баласы бар, отбасылы болған. Сіз бірден айттыңыз, Гүлназым ақшаға қарайды, Гүлназымға қалталы жігіт керек дедіңіз. Қалталы жігіттің енді менен мағынасын сұрап жатыр ғой. Мағынасы оның сондай ақшасы бар, аяғынан тұрған азамат. Кішкентай жас бала емес, мен соны айтпақ болдым, мен Нучонға түсіндіріп жатырмын. Жоқ, сіз уже кішкене әңгімеңізді өзгертіп жатсыз негізі. Өзгертіп жатқан жоқ, мен тура солайынан қазір айтсам, қазір де солай айтып беремін. басталған негізі. Жасы үлкен, иә.
жасы үлкен деген сен 40-тағы 50-дегі адам көз алдыңа елестеп жатыр ма? Мен ондай айтып жатқан жоқпын. Жоқ, Нона ханым, сіз ашуланып жатырсыз да, бірақ сіз деген бұл жерде енді кекетіп тиісіп кету бір сондай бір мақсатыңыз болды ма, или Гүлназымды төмендету бір мақсатыңыз болған шығар бұл жерде енді. Бірақ та бұл жерде жаңа кім біреу пікір айтты ғой? Бексұлтан айтты ғой пікір. Жаңағы келген үміткердің жағдайына тиісіп айтып отыр төмендет деп. Негізі Нона ханым келген үміткер түсіріп тұрған жоқ, сіз тікелей Гүлназымды түсіріп тұрсыз да бұл жерде. Диана ханым, мен айтып кетейінші, бұл жерде енді Нона ханым мені жаңа Гүлназым өзі айтып кетті ғой, Даниярмен жақсы араласады, дос деген сияқты да. Негізгі бұндай әңгімені өсек ретінде тарататын ер азаматтарда іші ашып, жаңа қыз, когда отказ получает, қызға қолы жетпейді да, ой, оған ақша керек, анау керек, мынау керек деп өз-өзін оправдывать етіп, өсек таратып сөйтіп жүреді. Негізі Нона ханымның миын улап отқан Данияр деп ойлаймын бұл жерде. Ал жаңағы рекламаға дейін бір әңгіме басталды ғой. Сол Гүлназымға кім айтқанын біліп алайықшы, Даниярдың. Мен жарнамада жақындап өзінен сұрап көріп едім, айтпаймын деді. Онда эфирде айтатын шығар. Гүлназым, бұл жерде мен Гүлназымға айта кетейінші. Гүлназым, сен де бір әңгімені өзің басын бастайсың да, бірақ аяғына дейін айтпайсың. Біреу айтты, бір нәрсе деген сияқты. Сен конкретно айтсаңшы ол адамды жасыратындай не бар? Негізі маған айтқаны рас, бірақ мен қазір солай ойлап қалдым да, Нона ханым айтқаннан кейін мен ойладым, маған автоматты түрде сондай ой келді. Жоқ, сіз айттыңыз, сыртта маған біреу айтты дедіңіз. Соны айтып жатырмын ғой. Жарнамада сіздер өзара достасып алдыңыздар ма Нона ханыммен? Нона ханымның сізге деген пікірі, сіздің пікіріңіз өзгеріп жатыр. Жоқ, айтып жатырмын ғой мен, Нона ханымға мысалы кім айтқанын да білем дедім. Ода тұрған шекерді Гүлназым кешірші. Бірақ та сен жаңа жарнамаға дейін мынандай пікір айттың. Осы жерде отырған біреу, Данияр сондай қауесет, өсек таратып жүр деген сияқты. Сен сондай айттың, сол адамды айта сал, ода тұрған не бар? Зато беттесеміз осы жерде. Сырттай айтып жүрмейді ешкім. Қатысушыларға қатысы жоқ оның. Қатысушыларға қатысы жоқ. Сосын не ғой? Мүмкін сырттағы қатысушылар. Былай айтайыншы, сосын мен болады ғой бір ауыр пікір айтатын, и жаңағындай бір жоқтан бар етіп алып пікір айтатын ше адамдар. Сосын өтініш менен сіздерге жанымада келіп маған айтпаңыздаршы. Кешір емес енді, кешірге келмейді енді ол. Жаңағындай түсінесің ғой деген сияқты ондай маған вообще айтпаңыздаршы. Айтасыздар ма өздеріңіздің пікірлеріңізде қалыңыздар. Ал кім жақындады Гүлназымға? Нона? Мен. Мен нені түсіну керек Гүлназым? Жоқ, енді айтқаным ауыр, біз жаңа бірге суретке түстік та жарнама уақытында. Содан кейін енді айтқан сөзім ауыр тиіп кетіп жатса, ренжіме деген сөз айттым, болды сол. Және енді мына жерде кімнің Даниярдың тарапына ойлап қалып жатсың ғой, Гүлназым айтып жатсың, Данияр сізге айтып жатыр, Данияр жамандап жүр деген сияқты. Данияр менің алдыма келіп, сені ешқашанда жамандап, мен саған қатысты маған ешқандай еш нәрсе айтқан емес, мен соны айтқым келген. Енді бұл екі ортада өсек жоқ қалған сияқты болып тұр ғой, менің ойымды улап атқан. Жарайды, өзара шешіп аласыздар. Келесі жарнамада сіз айтпақшы біздің бір қатысушының туысы екенсіз, е? Біздің редакцияға түрлі SMS хаттар келіп жатыр. Жарайды, оны шымылдық ашылғаннан кейін түсіндіріп ашып айтып берсек, ашасыз ба? Ашайық, е? Нұрболат мырза? Ашайық, е? Е, ашайық. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Танып тұрған сияқтым, мен алдында бір Хамонның историясынан көргем негізі. Диана ханым, мен айта кетейінші. Қош келдің, Нұрболат. Мен інім ғой, Диана ханым. Музыкант жігіт, менімен бірге тойға шығып жүрген, өзім қасым алып жүремін. Чимкент болса Чимкент, Жаркент болса Жаркент, қай жаққа барам сұрақта бірге қасымда жүреді. Негізі өте жақсы жігіт. Мен жаңа жағдай жайлы айтып отырған, шымылдық ашылмағаннан кейін ештеңе айта алмадым. Өзі музыкант болып істейді. Папасы бұрыннан келе жатқан музыкант кісі, одан бөлек өзі электрик болып жұмыс жасайды. Бір емес екі жұмысын басын қайтарып жүрген жігіт. Және Алматы, ең бастысы Алматы қаласының қақ ортасында өзінің баспанасы бар. Сондай жақсы жігіт. Әне қандай жарнама кетті, е? Бізде тікелей байланыста тағы да бір
көрермен және тікелей бір қатысушыға қатысы бар дедім ғой. Мен Бексұлтан мырзаны меңземедім. Қайырлы күн. Алло. Алло. Әлия ханым. Әлия ханым, теледидар тұрған бөлмеден басқа жаққа барасыз ба? Теледидар тұрған бөлмеден басқа жаққа барасыз ба? Немесе теледидардың дауысын басып қойсаңыз? Қазір әпкеміз басқа бөлмеге бара жатыр ау деймін шамасы. Алло? Алло? Әлия ханым? Ау. Қалайсыз? Жақсы, шүкір, қайырлы күн, редакция қатысушылар. Қайырлы күн. Амансыз ба? Мен шок болып отырмын. Шоксыз ба? Нұрболат менің туған сестрамның баласы. Түсінікті. Туған әпкесінің ұлы Нұрболат, е? Қандай бала айтып беріңізші? Нұрболат меніңше кішкентай маған әлі. Сізге әлі кішкентай? Нұрболат қателескен сияқты, біз Гүлназымды тегін қылып қабылдамаймыз. Келін қылып қабылдамаймыз. Бірақ Нұрболат ұнатып келдім дейді ғой. Нұрболат бір үйдің 4-ші баласы, Еркетай. 5-шісімін деді. 4-шісі ме? Иә, 5-ші. Олдан 4-ші да. Әпке қателеспеңіз. Иә, Нұрболат олдан 4-ші. Олдан 4-шісі. 5 ғой, 1 қыз, 4 ұл. Иә. Нұрболат, мен сені жақсы көрем. Сенің өмірің алда. Тең-теңімен тезек қабымен деген. Гүлназымды сен ұнатқанмен, өмірлік жолдасың ретінде мен елестете алмаймын. Елестете алмаймын. Мамасы? Кәдімгі менің қандасым, туған әпкем менің. Кәдімгі әпкеңіз, иә, түсініп отырмыз. Иә, енді Нұрболат ертелікпен келді ма, жастықпен келді ма, бір қызығушылықпен келді ма, түсінбеймін мен. Қандай қызығушылық болуы мүмкін? Енді бұл жас, тойларда жүр, мүмкін бір қасына өлең айтқызып алып шыққысы келген шығар. Той мақсатында дейсіз ғой. Бірақ Нұрболат сенің өмірің алда. Саған әлі 1.045.000 қыз кездеседі. Гүлназымды мен өмірде көрмеген. Біз келін ретінде қабылдамаймыз. Нұрболат, әпкеңізге айтарыңыз бар ма? Әпке, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Шүкір. Не ғой, біріншіден, мен үйленіп кетейін деп отқан жоқпын сразу. Біріншіден, екіншіден, келін қылып қабылдамаймын деп жатсыздар. Менің сонда таңдауым сіздерге маңызды емес па? Шок болатын. Менің таңдауым сіздерге маңызды емес па? Нұрболаттың таңдауы. Бұл сезім деген aldамшы нәрсе ғой. Дейді тәтеңіз. Диана ханым, мен ол жерде отырғам, ішкі кухняны, үміткердің кім екенін, қатысушының кім екенін білетін адаммын ғой мен. Сонымен не айтқыңыз келіп тұр? Сонымен Нұрболат шатасқан сияқты қыз таңдаудан. Не істегенді? Ініңізді рахмет айтып, алғыс айтып шығарып салайық па? Енді жүрегі не дейді? Енді өмірі алда Нұрболаттың күндердің күнінде тоқтайды бұл арақатынас. Енді былайсе, Әлия ханым, түсініп отырмын, сіз әпкесі ретінде бәлкім уайымдап тұрған шығарсыз. Енді өзіңіз өтінген екенсіз, мені тікелей байланысқа қосыңызшы деп біз қостық. Ал ары қарай Нұрболаттың өзі таңдау жасағаны дұрыс деп ойлаймын. Қанша дегенмен әлі ер азамат қой. Бұл бір үйдің кішкентай баласы ғой, Диана ханым. Енді адам өспей ме деген сұрақ қой. Ер жігіт өспей ме, сүймей ме, сезім болмай ма? Ойбай, маған бөпе қойды бұл. Енді бөпе болып жүріп үйленбеу керек пе сонда? 20 жас қой, енді бір 5 жылда нормальный қыз кездесер. 5 жылда? Жоқ,
мен вообще Гүлназымды елестете алмаймын Нұрболаттың қасында. Кімді елестете аласыз Нұрболаттың жанында? Бір 15-18 жасар қыздар жарасады ғой Нұрболатқа. Бізде енді 15 жасар қатысушы жоқ. Бір сезонда кеп қалар біткенше. Жоқ, Нұрболат, егер сен қатысушы болсаң, қыздар келеді саған. Сенің Гүлназымға барғаның шок, мен шокпын. Қысқасы әпкеңіз де шок. Ал сіздің өзіңіздің әпкеңіз не деп жатыр? Әлия ханым? Әпкем менің тойда ол біле ма, білмеймін ғой. Енді танысып көрсін. Танысып көрсін. Я Нұрболат, танысып көр, сыйластығыңды таныс, біздің әулетке жаман ат әкелме, таңдауыңды дұрыс таңда. Нұрболат, сен ақылдысың ғой. Жаны ханым, мен айтып кетейін. Саламатсыз ба, Әлия ханым? Бұл біздің Мөлдір. Мен есіңіздемін. Сәлем. Танисыз ба Мөлдірді? Жоқ, вообще көрмеген. Ладно, енді сіздің жасыңыз үлкен, мен сізді всегда қарайтынмын былтырғы сезонда деген сияқты. Енді рахмет. Жасыңыз сыйлаймын дегенмен де енді жаңа жиен дейді ғой, жиеніңіз келіп отыр, кішкентай бөпе деп отырсыз, енді ол да уже өскен енді. Бөпе дейтін болсаңыз, онда үйге алып алыңыз да, сіз қызды төмен сүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын, Әлия ханым. Бұл жерде мен Гүлназымды сіз өте төмен түсіріп отырсыз қазір жиеніңізді жақтаймын деп. Маған ұнап отырған жоқ. Махаббат болса түсінемін да, французский махаббат деп ше. Французский? Француздарда, орыстарда болады. Біздің именно оңтүстікте қазақтарға. Білмеймін, мен ұялып отырмын. Сіз несіне ұяласыз деген сұрақ қой, әпке? Менің інім Гүлназымға барғанына. Әлия ханым, осы жерден әңгімемізді тоқтата салғанымыз дұрыс деп ойлаймын, я. Бәрібір Нұрболат өзі келді, кәмелет жасқа толған ер азамат. Сондықтан ары қарай бала өзі қарасын. Сізге рахмет хабарласқаныңызға. 1045 қыз кездеседі әлі. Жоқ, мен бағана айта кеткен пікірім осы ғой, Нұрболат, мен айтқанымша, туған туысқандары бәрібір өз ой пікірін білдірмейді емес, осылай білдіреді да. Енді сен қазір таныстыққа келдің, бірақ әлі настойчиво тұрсың, жоқ, мен өзім таңдауым жасадым, мен өзім шешемін деп. Дегенмен де алдағы уақытта екеуің таныстықтардың араларында күшті ұшқын пайда болып, кәдімгідей аяқ асты бір сезімдер пайда болып, күшті болып кетіп жатса, бірақ туған туысқандарың қарсы болып жатса, қандай шешім қабылдайсың? Мен таңдауыммен келіседі деп ойлаймын. Диана ханым, мен айтайыншы, негізі қазақ болам деген баланың бетін қақпай белін бол дейді ғой. Енді болам деп келіп отқан жігіт, мен ойлаймын кішкене Әлия ханым сәл артта айтып жіберді деп ойлаймын. Өйткені біздің әулет деп жатыр да, ол кісі сіздердің әулеттеріңіздің адам емес қой. Ол кісі жат жұрттық адам да, өз әулетімен өз кеткен кісі. Сенің әулетің, сенің әкеңнің туыстары. Ол кісі сенің жай нағашың ғана. Сол себепті сен ешкімнің пікірін тыңдама, өзің келдің ба, өзіңнің нық мақсатың бар ма, сол мақсатыңа соңына дейін бар. Диана ханым айта кетейінші. Мен айтып кетейінші. Мөлдір айта салайыншы. Жоқ, мен айтып кетейінші. Жоқ, мен айта салайын оған дейін. Негізі мына жерде кәдімгідей Әлия ханым сөзінен кейін Гүлназымның көңіл күйі кәдімгідей түсіп кетті. Мен ойламаймын. Түспегенде. Ойламаймын, мен осыдан кейін Гүлназым танысты ары қарай жалғастырады. Или жалғастыратын болса да қаншама сөз келеді Гүлназымға. Әлі де жазылады, не істейді. Енді өзің қарайсың ғой Гүлназым. Мөлдір, қыздың жолы жіңішке. Жоқ, енді Диана ханым, қазақ десек өзімізге тиеді, бірақ біздің қоғамда осындай бар да, әке-шеше осылай араласады бүкіл отношение, жаңағыдай кішкентай ер азаматтарды бір кішкентай бала ретінде көреді, өміріне араласып, жаңағы мен мысалға, мен өзімнің де тікелей өзіме де байланысты әңгіме ғой, енді алдында да болған жағдайларға байланысты. Гүлназымға қарап отырмын, енді қыз ретінде мне больно стало, если честно. Бір Гүлназым жаман ба, біздің әулет, біздің қазақтарда бір андай тәкаппарлық бар да, как будто бүкіл Қазақстанның ішінде только сол әулет ең киелі, ең текті, ешкім жоламау керек деген сияқты. Бұл дұрыс емес ұғым деп ойлаймын. Гүлназымды, яғни не только Гүлназым болсын, ажырасқан қыздар болсын, ажыраспаған қыздарға да иногда сондай бір отношение бар да. Права женщин прям кәдімгіде қатты не істелінген именно әйелдерге келген кезде мен айтып болған жоқпын да. Қазір Асеке, ашуланбаңыз. Права женщин енді вот, мысалы, тікелей өзіміз көріп отырмыз мына жерде. Ер азаматты көтерем деді, біреудің әп-әдемі қара көз қызын просто төмен жерге таптап тастады. Ол не істеп қойды ол? Мына жерде жеңіл жүрісті қыз емес бір. Әп-әдемі тек бір ғана ошибкасы
өмірінде бір ажырасқаны болғаны ма сонда? Ол сонда Ол адам қателік емес деуге болмайды ғой, ол тағдырдың жазғаны. Ортада бала бар, ортада ұлы бар. Жоқ, кемшілік дегенде Диана ханым, оның кемшілігі емес, адамдардың көзқарасы бойынша, ұғымы бойынша тек соны ғана бір меңзеп алады да, бір адам өлтіргендей, как будто бір ұрлық жасағандай, біреуді бір ұрлағандай бір бар ғой. Это неправильно вот. Жоқ, мөлдір мынандай мәселе ғой, просто жаңа айтып жатсың ғой сен сөзінде, өте дұрыс емес, ата-аналардың сондай араласуы бар, ол бір үлкен тәкаппарлыққа жатады деп, ата-аналардың барлығын кәдімгі тәкаппар сияқты қылып тастадың да. Бұл қазақтың салт дәстүрі, Диана ханым. Бұл яғни жап-жас жігіт мысалы да, әлі үйленбеген, әлі қызбен жүріп көрмеген, әлі бірінші әйелді таңдау, бірінші әйелі мысалы да, сол бірінші әйелінің өзін әке-шешесі қалайды, өзінің бағып қағып өсірген ұлының, кішкене босағаттамаған, болмаса тұрмысқа шықпаған, сондай қыз болса екен деген сияқты бар, пейілі ол жағына ата-аналардың, түсініп тұрсың ба? Ол бір тәкаппарлыққа, болмаса жаңағыдай дұрыс еместік емес бұл. Бірақ мынадайда бір жағдай кездеседі негізі қоғамда, қыздар тұрмысқа шықпай тұрып ақ бұзылып та үлгереді. Басқа отбасының ойранын шығарып та үлгереді, оны да жоққа шығаруға болмайды. Ал одан кейін түк болмағандай, ол қыз әлі бәрібір тұрмыста болмаған қыз ғой, бұл қыз жақсы дейді. Ал кейбір ажырасқан қыздар бәрібір бір ажырасқаннан кейін өзінің бір абыройын, ар намысына нұқсан келтірмей, өте бір жақсы жүретін қыздар болады. Жүрісі де жақсы, өзі де жақсы, арты да таза деген сияқты ғой. Ал бұндай ой расымен де қоғамда жоқ емес бар. Біздің әулетке бір кір келтіретін, мен тіпті ұялып отырмын інімнің келгені үшін деген сияқты ауыр сөздер ғой. Ал Гүлназым әулеттен шықпады ма, Гүлназымның отбасы жоқ па қазір? Бұл қызға бір қара күйе болып жағылып жатқан сөздер, өйткені студияда тек қана Гүлназым емес, Зухра ханым бұрын соңды тұрмыста болған, Индира ханым отыр, Мөлдір отыр, Дария ханым отыр. Жоқ, махаббат болып жарасса дұрыс үйленіп кете береді ғой, енді отбасын құрып кете береді. Бір жерде даудың басы Әлия ханымнан басталды да жалпы негізінде. Жоқ, ержігіт, даудың басы сіз де солай ойлап тұрсыз ғой, өйткені Әлия ханым хабарласпай тұрып ақ сіз айттыңыз, Гүлназымға сенің отбасың қарсы болады деп. Бұндай адамдар да бар, ал кейбір адамдар қоғамда ондайға қарамайтын да бір басқа адамдар болады. Жалпы негізі көбісі сондай негіз. Ал ол сол дұрыс па? Диана ханым сұрақ қойды. Дұрыс па сол? Енді дұрыс болғанда әркім өзін таңдау ғой, Диана ханым. Біз не жақта отқан кезде де өзіміз талап қоямыз, таңдау қоямыз деген сияқты. Сол сияқты ата-аналар жанашырлықпен айтады олар сен. Ренжімеш Ханзада, көбінесе қызды түсіретін адамдар, мен ойлаймын, өздері қыз өсіріп көрмеген адамдар деп ойлаймын. Егер Алла тағала ол адамдарға қыз берсе, еш уақытта біреудің қызын төменде түсірмейді, біреудің қызын жамандамайды, Диана ханым. Ол рас. Гүлназымға айтқым келетін, жүрегіне қатты қабылдама, Гүлназым, жалғыз сен емессің, бұл жерде бізде бармыз, ажырасқан, баласы бар. Бізге де ондай дақтар айтылады, бірақ сен ең бастысы, сен мықты болуың керексің. Мейлі, айта берсін бұл жерде жігіттер. Әулеті айтып атсың ба, әпкесі айтып атсың ба, сен тек басыңды түк ұстада, тек жылама, өтініш. Диана ханым, Гүлназым, енді мынандай ситуация болады ғой, Диана ханым. Үйде өзіміздің сіңілімізбен, әпкемізбен сөзге келіп қалып, өзіміз қатты сөйлеп қойып атсақ, білінбей қалады да, бірақ сол әпке сіңілдерімізге сырттан келіп біреу қатты сөйлеп қойып атса, жаныңа тиіп кетеді да. Енді мына кісінікі кәдімгідей шокпын дейді да, шок болатындай бір көшеде жатқан қызға, көшеде жүрген қызға келген жоқ қой, бұл жігіт. Соншалықты бүйзеп айтатындай, қазір өзіне Гүлназым, мен саған қаншалықты ауыр тиіп отырған түсініп отырмын. Бірақ әр нәрсенің өзінің ақ қарасы шешілетін болады ғой. Сол үшін көңіліңе қатты алма, жылама. Және де Диана ханым, бұл Әлия ханымның айтқан пікірі Даниярға қатты ауыр тиіп кеткен сияқты. Данияр? Гүлназым, жылама деп айтам, бұған көңіліңе алатын нәрсе емес, негізі мен Нұрболатқа айтқым келіп отыр. Нұрболат, сен прекрасно білдің да, сен әулеттің қандай адам екен, қандай адамдар екен қарсы болатын, ажырасқан баласы бар адамға. Білмеймін, саған Бексұлтан айтты ма, кел азал осы қызға кел, осы жақсы қыз деп ше, бүйтіп жол көрсетіп жіберді ма сағаншы. Енді қазір мына жерде сенің әпкеңнің сөзінен кейін қыз көзіне жас алып жылап отыр да. Мен бір жақтаған онда емес, мен Гүлназым жамандыққа қимаймын, өте керемет қыз. Жақсы, керемет жігіткесің сен. Бізде жарнамадан кейін енді Гүлназым таныстықты Нұрболат мырзамен жалғастыра ма жоқ па? Бірге білеміз. Сәлем, есімім Дария. Жасым 34-те Петропавл қаласынан бұрын тұрмыста болған 2 балам бар. Негізгі мамандығым актриса, қазіргі уақытта 4 жерде жұмыс істеймін. Үміткерге қояр талабым,
жасы 30-дан 40-қа дейін өзімен тағдырлас, баласы болса қарсы емеспін. Ерке сылқым қаланың қызы. Егер сіз мен сияқты қолынан барлығы келетін келіншекті ұнатсаңыз, қосылайық жобасына келіңіз. Энтерожермина миллиардтаған пайдалы бактерияларды жеткізіп, ішек микрофлорасының теңгерімін қалпына келтіруге көмектеседі. Антибиотиктерді қабылдау кезінде энтерожермина антибиотиктермен бірге ішек жұмыстары бұзылмайды. Энтерожермина. Табиғат ол үйлесімдік. Ол бізді күн сайын жаңа шыңдарды бағындыруға шабыттандырады. Асу табиғи суы тау минералдарының бірегей теңгеріміне қанық, өзінің үйлесімділіктің қайнар көзін ашуға көмектеседі. Асу үйлесімдік те бол. Я считаю, что домашние пирожки самые вкусные, зато японские суши самые полезные. Ну а нам все нравится. Для улучшения пищеварения Мизин – таблетированное лекарственное средство. Мизин применяется у пациентов с нарушением пищеварения. Мизин Форте для улучшения пищеварения. Твикстің сол жақта ақшаларының бәрі-бірдей қытырлақ болғандығына көз жеткізген соң, олардың бетіне карамель мен шоколад жағамыз. Біз болған көрсе фабрикада Твикстің оң жақта ақшасы тура осылай дайындайды екен. Ал мұнда карамель біргелкі араластырылады. Твикстің оң жақта ақшасы үшін де солай. Твикс, екеуінің де дәмін татып, қайсысын таңдайтыныңды шеш. Гиалурон қышқылы. Көп қосылайық жобасы. Біздің жобада бәлкім тақырыптар жағынан ең жиі көтерілген мәселе ол ажырасқан, ажыраспаған деп адамдарды екі топқа бөлу, ол қаншалықты дұрыс, кімнің ойы қандай дегендей. Жарнамаға дейін Нұрболаттың әпкесі болып шыққан біздің бұрынғы экс-қатысушы Әлия ханым қоңырау шалды. Қоңырау барысында біздің әулет ешқашанда ажырасқан келінді қаламайды деп жатыр. Мен тіпті шок болып отырмын Нұрболаттың жалпы осы жобаға келуіне, келгеніне дегенде әлде жай ғана қызығушылық мақсатында келді ме деп те күмәнданып қалды әпкесі. Гүлназым, жарнамаға дейін көзіңізге жас алып қалдыңыз. Менде барлығы жақсы. Негізі білдім ғой. Ажырасқан кезімде де бұндай пікірлер болатын. Негізі қоғамда да ондай өте көп. Көп емес, басым көпшілігі солай ойлайды ғой, шынымен де біздің менталитетте шынымен ондай нәрсе бар. Жаңағындай ойлайтын, менің әулетімді қара бет қылма деген сияқты. Бізге енді басылған таңба ғой, енді оны білем, көтере де білу керек. Бұйырғаны болады, әркім әртүрлі ойлайды, ол кісілерге де ренжи алмайсың, ол кісілер де ата-ана ретінде енді өзінің баласына барлық жақсы болғанын қалайды. Енді ажырасқан деген екен сондай бір жаман көз қарасы қалыптасып кеткен ғой, сосын ол кісілер де солай ойлағаннан кейін енді өзінің баласына жақсылық тілейді. Диана ханым, мен айтайыншы болған иә, Бексұлтан мырза. Жаңа енді Данияр мырза мен тығып кетіп жатыр ғой ортасына, Гүлназымды қорғаймын деп ортасына біз кіріп кеттік қой. Енді Даниярға мен таңғалдым да, Данияр егер жаның ашитын болса, Гүлназымның жылағанын қаламайтын болсаң, таныстық не үшін тоқтаттың? Соның қасына қолынан ұстап отпадың ба, жылатпай, мен тығатын болсаң бұл жерге. Енді қара, бұл Нұрболат деген бір 2 жасар бала емес, бұл 2-ші класстың оқушысы емес, осознанно өзі кәдімгі ақыл есін жиып өзі келіп отқан бала. Мен саған айттым ба, Нұрболат, осында кел, Гүлназым үміткер болып кел деп менің тарапымнан айтылды ма? Жоқ, айтылмады. Жоқ, мен мысалға да мен өзім таңғалдым, жаңа кіріп келген кезде өзім інім келіпті ғой деп өзім кәдімгідей таңғалып, біз Зухра екеуміз бірімізге таңғалып қарадық. Бұл жерге мен тығудың ешқандай қажет жоқ, мен ешкімді шақырмаймын. Егер шақырсам осы уақытқа дейін бүкіл інілерім келетін еді осы жерге. Диана ханым, Нұрболат сізге сұрақ. Қош келдіңіз. Сіз Әлия ханымға осы жерге келетініңізді айттыңыз ба? Жоқ, айтпадым. Көргеннен кейін хабарласып айттыңыз ба? Ау? Үй ішіңізге ешкімге айтпадыңыз ба? Ата-анама айттым, бұлай туған туысқандарыма айтқан жоқпын. Өйткені мен біреудің пікірімен өмір сүретін адам емеспін. Сондықтан мен өз таңдауым жасаған екен, сол неде таңдауымда тұрмын әлі. Ата-анаңыздың хабары бар ғой, иә? Иә, хабары бар. Диана ханым, айта кетсем бола ма? Айта салайыншы қазір Асеке бір минут. Жаңа енді күнде тойға шығып жүрміз, Шымкент десем Шымкентке барады, Түркістан десе Түркістанға барады деп Бексұлтан айтып отыр ғой. Жаңа қатты ашуына тиіп кетті ғой деймін, жаңағы қосып отырғаны. Енді сен айтпасаң да бірақ айтқан сияқтысың ғой, өйткені кезінде өзің Гүлназымға қолың жетпей қалғаннан кейін енді өзің ініңді шақырып келдің ба деген мына жерде ой да. Үйтіп ол вообще миға да қонбайды. Диана ханым, ойлаңызшы, сізбен бір жерде жүреміз, бір жерде выступать етеміз да, и сондай нәрсені білмей қалады екен да. Қайдағы шок, қайдағы таңғалған, мен бұл жерде келісіп, барлығын біліп, әдейі. Сіз Бексұлтанға сенбей отырсыз. Сенбей отырмын, өйткені қалай күнде бірге көріп жүрген адамға ондайды айтпайды. Басқа адамға айтсын, бірақ қасында жүрген адамға айтады деген мен ойдамын негізі. Хамо,
Жана ханым айта кетейінші, енді мына жерде Санжардың миына сыймай отырған, миың кішкентай шығар енді бауырым. Просто бұл жерде мен де таңғалып отқаным, өйткені бірге араластық та, осы кеше ғана азанда келдік қой Түлкібастан. Мен қазір Бексұлтанға қарадым, Зухраға қарадым, үшеуміз біреуімізге қарап шок болып тұрдық. Мынау қалай келіп қалды, кімге айтты, сен білдің ба деп. Негізі ол туралы вообще бізге айтпаған. Осы Гүлназым туралы да, осы жоба туралы келем депті, болмаса басқа нәрсе депті. Мына жерде айтса, бізде мына жерде айтатын едік, ақыры келіпсің ғой деген сияқты. Енді Нұрболат, ақыры енді өзің келдің, таңдауын өзің жасап отырсың. Жаңа айтып отырсың, маған ешкім мнениясы қызық емес деп. Енді ол жалпы былай айтқанда шамалы өтірік нәрсе негізі. Бәрібір мненияға қараймыз ғой адам болғаннан кейін. Бірақ енді таңдауын нық таңдап отқаннан кейін көрдім, басқа ештеңе айта алмаймын. Жана ханым, мен айтсам болады. Мен айта салайыншы. Айта салайыншы мен. Жоқ, мен айта салайыншы. Айтып жатсың ғой бағанан бері. Мен айтайыншы. Жана ханым бағана жарнамада мен Бексұлтаннан сұрадым да, сен білетін бе десем, Асеке, Аллах, мен білмеймін дейді да. Негізі есіңде ма, екеуміз Бексұлтанның машинасын сен істеп жатқаныңызда Бексұлтан бір жаққа кетіп қалды да, запчастьқа ма? Қысқасы барлықтарыңыз таниды екенсіз ғой Нұрболатты, иә? Сол кезде Нұрболаттың айтқаны бар. Асеке ешкімге айтпай-ақ қой, бір күні сюрприз қылып, мен кімге Гүлназымға барам деді да, сөйтіп Гүлназымды ұнатамын деді да, былай. Шет жағасын айтты. Сөйтіп Бексұлтанға қазір айтып жатсам, мә саған сөйтіп айтқан бет дейді да. Маған айтқан бірақ сөйтіп барам деп. Бірақ ол 2 ай ма болып кетті оған. Ойбай. Ана ханым айта кетейінші, ақыры енді біраз қатысушылармен таныс екенсіз. Енді сіз келер алдыңызда енді бақылап жүрдіңіз ғой Гүлназым, жалпы енді Бексұлтанмен жақсы араласқаннан бірге жұмыс жасап жүргеннен кішкене Бексұлтанмен ақылдастыңыз ба? Қойды қандай қызыз деген сондай бір ақылдасу болды ма? Жоқ, ақылдаспадық. Мен әркіммен ақылдаса беретін болсам, ол қалай болады? Ол мен таңдауым ғой. Диана ханым, Асқат мырзадан сұрайықшы, осы 2 ай бұрын айтты дедіңіз ғой. 2 ай бұрын Гүлназымға барам деп айтып еді. Соны нақтылап айтып жіберсеңіз. Гүлназымға барам дегенде, біздің осы қатысушылардың ішінде бір әңгіме шығып кетті, қосылайық туралы. Сол кезде бүйтіп айтты, Гүлназым маған ұнайды. Бұйыртса сол Гүлназымға барғым келіп жүр деді, дәл сөйтіп айтты. Ол кезде Гүлназым ол Даниярмен жүріп жүрген жоқ па еді? Жоқ, сырттай. Симпатия бар еді. Симпатия бар деп солай айтты. Енді сөзден ұстап алу ғылымдарының докторы бізде Нұрсұлтан болып тұр осы күнде. Ассалаумағалейкум, қош келдің. Диана ханым, танимыз ғой енді. Сіз де танисыз. Танимын. Танымайтын Сұлтанбендпен мен ғанамын бұл жерде Нұрболат сізді. Жоқ, негізі біз спорттан бұрында танимыз, бұрында Бексұлтан жоқ ол жерде. Бексұлтан танымаймын. Біз екеуміз бір залда болғанбыз сол кезде. Бірақ бұл жігіттің бұндай бүйтіп біреумен ақылдасқанын негізі көрген емеспін. Өткенде бізде бір тойға бардық, сол кезде бір болады ғой кейбір, бәрі сендерге барсам қала бір сөйлеп қалған балалар болды, ондай емес та. Мен сұрамайда өзі келген сияқты. Диана ханым, шыны керек, мынаяқтан сұрады ма, мынаяқты өзі біледі ғой. Негізі бұяққа келу негізі оңай ғой, негізі жаңағы өтініш тастайды. Шақырған кезде бізді де көреді, мысалы сторисімізден көрген шығар, номерлар сол жаққа жазып келген шығар мүмкін. Обязательно танығанға сразу біреу шақырды демей қойыңыздар. Данияр, сіз микрофонды ұстап алып отырсыз. Кімге жауап бергіңіз келіп тұр? Бексұлтанға айтамын да, сонша бұлтан талқан болып отқан. Мен просто айтқан шығар деймін, бүйтіп жол көрсетіп жүрген шығар дедім. Сен мына жерде бір өтірік болса да, шындық болса да, соншама ашуланған. Сен білдік қой примерно қандай адам екенін. Жоқ, сен Данияр, сен қызықсың да, сен бүйтесің да, мүмкін саған Бексұлтан айтқан шығар деп сен андай бекейтін айтып кеттің да. Мен сен қалай оймен айтқаныңды мен прекрасно түсініп тұрмын. Содан кейін мен, конечно, мен шырылдаймын, өйткені мен ол адамға кел деп айтпасам, ол адам менімен ақылдаспай келіп тұрсам, мен оған қалай мен шырылдамаймын? Сен қазір өтірік айтып отырсың, сен әңгімені білмей, сен просто бүйтіп сұрауың керек, саған Бексұлтан айтты ма деп сұрауың керек еді. Сен тығып жердің да, Бексұлтан саған айтқан шығар деген сияқты. Как будто сен 100% білетін адам сияқты. Сөйтіп сөйлеп отырсың қазір. Данияр, саған бір сұрақ, ол жарайды, Бексұлтанмен ақылдасып келді ма, басқаша келісіп келді ма? Тебе какая разница? Сен болды ғой, таныстығын тоқтап тастаған адамсың ғой. Не үшін оны қазбалап оны? Сен Бексұлтан сөйткен шығарсың, бүйткен шығарсың деп отырсың. Разница болғаннан кейін араласып тұрған шығармын. Не разница болып тұр саған? Әлі бар ма сенде сонда? Арақатынас жайлы, мен қайтадан қосылу жайлы ондай ештеңе айтып отқан жоқпын мен. Енді? Мен просто ана жігітіне жаңа айтып отқан ауыр әңгіме айттым, мен содан кейін айтып отырмын, сен әулетіңді білдің ғой, қарсы болатын. Мөлдір? Диана ханым, негізі бар ғой, бір өмірде де араласатын жаңа коллегаларың болады деген сияқты да. Қалай сонда Бексұлтан мысалға, ол адаммен күні түні бүкіл жаңағы тойларға барады екен да, бір ауыз барып сұрап, сен ана жерде отырсың ғой, Гүлназым туралы там бірдеңке айтасың ба, үміткері бар ма деп бір сұрақ қоймауы мүмкін емес. Бұл жерде Бексұлтан біліп отыр да, және де Сержан келеді деген кезде ең бірінші шырылдап Сержан емес деп айтқан Бексұлтан болатын. Біліп отырды ол, мына жерде қазір мына жерде енді өзіндікін доказывать қажеті жоқ. Мен не істейін айтыңыздаршы, не істеймін мына кісілер сену үшін? Білмеймін. Ортаға шығып, мен білген жоқпын. Міне бауырым көзі тұр ғой, мен өтірік айтып не істеймін білген жоқпын. Көзі тұр айтыңызшы, дәлелдеңізші. Аллахтың атымен айтамын. Мен ешкімге бұл жерде айтқан жоқ.
Ақылдаспай. Мен білмеймін Диана ақылдасқан ханым. жоқ. Мен жаңа сержант туралы тұспалдап айттым. Просто енді Асқатауда әкесінен айырылып жатқаннан кейін ол бауырымның келуі мүмкін емес деп тұспалдап айттым болды. Ол ешқандай бір сәйкестік емес. Гүлназым. Негізінде ол өтірік келді, шын келді, онда ештеңені ойлап тұрған жоқпын да мен. Мына жерде туыстарының разылығы бар, ол явно ертең ата-анасының атынан сөйлеп тұр ғой енді әпкесі. Ертең күні қазір неғымағымен де, ертең серьезный шаққа кетіп баратқан кезде араласу бәрібір де болады. Сол кезде қиын болып қалған қаламаймын да, ол кезде түрлі бұл кісінің тарапына қарай мысалға айту болады. Және бұдан бөлек сізге жасы, жасы да барлығы сонымен таныстық тоқтайды. Мені сыйлап, мені таңдап келгеніңізге үлкен рахметімді айтам. Ренжімейсіз деп ойлаймын. Ренжімеңіз енді. Бәлкім қоңырау әсер етіп кетті, мүмкін қоңырау шалынбағанда таныстық жалғасар ма еді? Нұрболат, көп рахмет. Ісіңізге береке, жолыңыз ашық болсын, сау болыңыз.